Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып дүниетану. 32-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы табиғат аясында өзіңді қалай дұрыстау керек. Осы сұрақ бойынша біз сендермен бүгін әңгіме дүкен құратын боламыз. Олай болса, балалар, табиғат бізге не береді? Ойланып, өз ойыңмен бөліс. Табиғат аясы біздің өмір сүріп жатқан жасыл үйіміз. Жазғы демалыста серуенге шығамыз. Біз құстар, жан-жануарлар мекендейтін әлемге енеміз. Олар жасыл ағаштар мен алуан түрлі өсімдіктердің аясында өмір сүреді. Жасыл үйде өзімізді дұрыс ұстау ережесін құрастырайық. Бұл басты әрі негізгі ереже. Біз табиғатқа шыққанда қалған қалдықтарды қоқыс жәшігіне салып кетуді ұмытпауымыз керек. Балалар, парталасыңмен бірге серуенде қалған қалдықтарды не істеу керек екенін талқыла. Шешімдеріңді сыныпта айтып, бір-біріңе еске салуды ұмытпаңдар. Суреттерге қара. Орманда жүргенде істеуге болмайды деген сөзбен аяқталатын 5 қауіпсіздік ережесін құрастыр. Балалар, бірінші суретте оттың суретін көріп тұрмыз. Табиғат аясына шыққанда отты пайдаланатын болсақ, оны сөндіріп, қауіпсіздік ережелерін сақтап, біз өздігімізден отты пайдалануымызға болмайды, және оны пайдалану өте қауіпті. Келесі суретте біз, балалар, құстардың ұясын бұзуға болмайды. Балалар, табиғат аясына шыққанда орманда біз түрлі құстарды кездестіреміз, және олардың ұяларын кездестіреміз. Біз оларға қамқор болуымыз қажет. Келесі суретте біз құмырсқаның илеуін көріп тұрмыз. Балалар, біз табиғатта құмырсқа, түрлі жәндіктердің ұяларын көреміз. Балалар, біз оларға қамқорлық ретінде біз олардың ұясын басып, бұзып кетуге болмайды. Және де балалар, табиғатта түрлі жәндіктер мен жануарларды көреміз. Біз оларды қорғауымыз қажет. Суреттерге қара. Кімнің әрекеті дұрыс? Кімнің әрекеті дұрыс емес? Неліктен екенін түсіндір. Балалар, бірінші суретке назар аударайық. Бұл жерде балалар отты жағып, өздері ойнап жүр. Ол дұрыс па әлде бұрыс па? Әрине дұрыс емес, Балалар, екінші суретке назар аударыңдар. Бұл жерде балалар қалған қалдықтарын көкке шыққаннан соң тазалап, қоқыс жәшігіне жинап жатыр. Әрине, бұл өте дұрыс шешім. Келесі суретке назар аударамыз. Балалар табиғат аясында гүлдерге қамқорлық жасап жатыр. Оларға су құйып, күтім жасауда. Әрине, бұл өте дұрыс әрекет. Келесі суретке назар аударыңдар. Балалар, бұл жерде жеміс ағашының төбесіне шығып, ағаштарды сілкіп, сындырып жатыр. Әрине, бұл өте дұрыс емес. Олай жасауға болмайды. Келесі сурет. Бұл жерде балалар ағаштарды отырғызып жатыр. Ол өте сауапты іс, балалар. Келесі суретте қараңдаршы,
балалардың отырғызған ағаштарын бұлар ойнап, оларды сындырып жатыр. Ол өте дұрыс емес әрекет. Парталасыңмен бірге табиғат аясында не істеу керек екенін талқыла. Ата-бабамыздың табиғатты аялағанын есіңнен шығарма. Олар өздерін жер ананың баласымыз деп санаған. Сондай-ақ табиғатпен үйлесімде өмір сүруге тырысқан. Табиғатқа зиян келтіретін әрекеттерге жол бермеген. Жер біздің ортақ үйіміз. Жер шарын қорғайық. Табиғатқа шыққанда тіршілік иелеріне қамқорлық жасауды ұмытпайық, балалар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.